Ең алдымен бізге осындай екі түрлі жіп керек болады. Яғни бізде бұл Ализе шекерім беби деген жіп, мінекей 100 грамм. Мында міне 100 грамм 320 метр деп барлығы жазулы тұр. Мендегі бұл түс, жасыл түс, яғни 210 деген номермен берілген. 100% акрил. Жалпы осы жіп өте жақсы жіп. Келесі мынау менде көк түсті жіп. Бұл да дәл сол Ализе шекерім екеуі бірдей жіп. Көріп тұрсыздар, өте әдемі, жақсы жіптердің бірі. Осы жіпті бүгін пинеткаға қолданатын боламыз. Так, мен ең алдымен табанын тоқитын боламын. Табанына осы жіпті пайдаланамын. Яғни ең алдымен осы жіппен тоқитын боламын. Сіздер өзіңіз басқа жіппен тоқысаңыздар да болады. Менде крючоктың номері 2,5. Ең алдымен жіпті осылай икстап аламыз да, мына ұзын жібімізді ортасынан өткізіп аламыз. Мінекей осылайынан өткізіп аламыз. Енді біз тор көздер шығарамыз, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей дәл осылайынан біз 16 тор көзін шығарып алуымыз керек. Мінекей мен 16 тор көзін түгелімен шығарып алдым. Енді келесі қатарын тоқитын боламыз, яғни соңғысын ұстап тұрамыз да қолымызға. Енді 1, 2 үрмелі шар аламыз. Мінекей крючокқа жіпті іліп аламыз. 1, 2, 3 тор көз санадық қой, дәл сол үшінші тұрған тор көзге крючогымызды кіргізіп, осылай баған шығарып аламыз. Дәл осы жерден біз 2 баған шығарамыз. Ең алдымен мінекей біреуі шықты, келесі екеуіншін шығардық. Енді әрі қарай бағандарды тоқып шығамыз, яғни тор көздің үстінен 1, мінекей 2, келесі 3, келесі 4, мінекей. Яғни дәл осылайынан 14 баған шығаруымыз керек. Мінекей мен 14 баған тоқып алдым. Яғни енді соңғы тұрған тор көзге дәл сол тор көздің ішінен 5 баған шығарамыз. Яғни мінекей бірінші баған, келесі екінші бағанды шығарамыз. Келесі дәл сол жерден үшінші баған. Дәл сол жерден төртінші бағанды шығарамыз. Дәл сол жерден бесінші бағанды шығарамыз. Енді әрі қарай жаңағыдай тек 14 бағанның өзін түгелімен тоқып шығамыз. Мінекей, мына астындағы жіпті бірге алып тоқып жіберіңіздер. Әрі қарай енді 14 бағанның өзін тоқып шығамыз. Мінекей бірінші тұрған баған тұр ғой, ар жағындағы, дәл сол жерден мінекей 1 бағанды шығарамыз. Келесі тұрған жерден екінші бағанын шығарамыз. Келесі тұрған жерден үшінші бағанын шығарамыз. Келесі 4-ші баған, дәл солайынан мінекей 14 баған осы жерге дейін тоқисыздар. Сосын соңын көрсетемін. Мінекей 14 бағанды түгелімен тоқыдық. Соңғы тор көзге келдік. Бағана біз бұл жерден 2 баған алдық қой. Енді бұл жерде яғни бірінші бағанды аламыз. Келесі дәл сол жерден, дәл сол тор көзден екінші бағанды аламыз. Енді мұнда біз 2 үрмелі шар алдық қой. Соның мұны бірінші тұрған жеріне крючогымызды кіргізіп, осылайынан біріктіреміз. Енді 1 үрмелі шар аламыз. Келесі қатарын тоқитын боламыз. Келесі қатарда біз енді келесі тұрған тор көз тұр ғой, қасында тұрған тор көзден дәл сол жерден 2 тор көз шығарамыз. 1, тағы да дәл сол жерден 2. Мінекей 2. Енді келесі тұрған тор көзден дәл солайынан тағы да 2 тор көз шығарамыз. 1 және де 2. Мінекей. Енді әрі қарай біз енді 6 тор көзін шығарамыз, яғни 1,
келесі тұрған торкөзден 2, келесі тұрған торкөзден 3, келесінен 4, 5, келесі так 5, мінекей келесі енді 6 алдық. Енді 2 жартылай баған аламыз, яғни мінекей 1 шығарамыз, бәрін бірге өткіздік. Келесі торкөзден 2 жартылай баған аламыз, мінекей бәрін өткіздік. Енді ары қарай 6 баған жүргіземіз, яғни мінекей 1, келесі 2, келесі 3, келесі 4, келесі 5, келесі 6. Енді біз бағана мына жерде 5 баған алдық қой. Соның үстінен, яғни 2 бағаннан жүргізіп шығамыз 5-еуін. Яғни мінекей бір торкөздің үстінен 2 баған шығарамыз. 1, 2. Мінекей бұл бізде 1 болып есептенеді. Келесі торкөзден тағы 2 шығарамыз. Бұл екіншісі. Мінекей 1, дәл сол жерден 2. Келесі 3-ші тұрған торкөзінен тағы да 2 баған шығарамыз. 1, 2. Келесі тағы да 4-ші тұрған торкөзден 2 баған шығарамыз. 1, 2. Келесі так. Соңғы міне 5-ші тұрған торкөзінен 2 баған шығарамыз. 1, 2. Енді әрі қарай жаңағыдай дәл қайталаймыз. 6 бағанды тоқып аламыз түгелмен. 1, келесі тұрған торкөзден 2, келесі тұрған торкөзден 3, келесі тұрған торкөзден 4, келесі 5, келесі 6. Енді 2 жартылай баған аламыз. Дәл жаңағыдай крючокқа жептіріп аламыз да 1-еуін шығарамыз, неке біріктіреміз, бәрін бірге. Келесі 2-шісін шығарамыз, бәрін бірге біріктіреміз. Енді ары қарай 6 тағы да торкөздің өзін жүргіземіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей жүргіздік түгелмен. Енді қалған 1-2 нені дәл жаңағыдай 2 торкөзден шығарамыз. 1 және де 2. Келесі тұрған торкөзден тағы 2 шығарамыз. 1, так 1, ой, 1, дәл сол жерден тағы да 2 шығарамыз, мінекей. Енді мұнда бағана 1-ші алғам, мінекей 1-ші тұрған торкөзі бар ғой, соған крючокты кіргізіп сол жерге біріктіреміз. Осылай біріктіреміз. Мінекей бізде 2-ші қатарымыз дайын болды. Келесі енді 3-ші қатарымызды тоқимыз. Яғни 1, 2, 3 үрмелі шараламыз. Енді крючокқа жіптіріп аламыз да ары қарай тоқимыз. Яғни міне келесі тұрған торкөзінен біздер 1 баған. Енді дәл сол жерден 2-ші бағанды шығарамыз. Яғни біз дәл осындай 4-еуін істеуіміз керекпіз. Келесі тұрған торкөзден тағы да 2 шығарамыз. 2, мінекей 2 болды. Келесі тұрған торкөзден тағы да 3-шісін шығарамыз. 1 баған, тағы да сол жерден 2-ші бағанды шығарамыз. 3, келесі енді 4-шісін шығарамыз. 1, 2. Мінекей түгелмен шықты. Яғни міне 1, 2, 3, 4. 4 шығардық. Енді әрі қарай тек бағанның өзін тоқып шығамыз түгелмен. Яғни 14 баған тоқуымыз керек. 1, 2, 3, 4. Дәл осылайна 14 баған тоқып шығыңыздар. Мінекей мен түгелмен тоқыдым 14 бағанды. Біз енді ары қарай тоқимыз. Яғни біз енді 10 баған тоқып шығуымыз керек. Яғни
әр бағаннан екі бағаннан шығарамыз. Әр торкөзден біріншісін шығарамыз. Екі баған шығардық бірінші торкөзден. Келесі екінші торкөзден де тағы да екі баған шығарамыз. Екеу. Келесі үшіншісін шығарамыз. Бір, екі. Келесі төртіншісін шығарамыз. Біреу. Так, мына жіпті алып тастайын қазір. Біреу, екеу, үшеу, мінекей. Үшеу, енді міне төртіншісін істеп жатырмыз. Төртеу істедік. Келесі енді бесіншісін істейміз. Келесі алтыншы торкөзден баған шығарамыз. Келесі жетінші. Келесі 8. Келесі 9. Келесі 10. Мінекей. Түгелмен 10 етіп істедік. Бірге санап шығайық. Тағы да мінекей басымын жерде ғой мына. 2 торкөз алдық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. Мінекей 10 қылып істедік. Енді әрі қарай дәл жаңағыдай түгелмен 14 баған істеп шығасыздар ең алдымен. Мінекей біреу, келесі екеу, келесі үшеу. Дәл осылайна 14 баған істеп шығыңыздар. Мінекей мен түгелмен 14 бағанды істедім. Енді әрі қарай тоқитын боламыз. Яғни крючокқа жіптеліп аламыз да бірінші тұрған торкөзден дәл сол жерден екі баған шығарамыз. Біріншісін шығардық. Мінекей келесі екеу. Яғни міне біреуі дайын болды. Келесі екінші торкөзден шығарамыз тағы екеу. Мінекей біреуі, екеу шықты. Келесі үшінші торкөзден шығарамыз тағы екеу. Біреу, екеу. Келесі енді төртінші тұрған торкөзден шығарамыз тағы да екеу. Біреу, тағы да мінекей екеу. Енді түгелімен тоқып алдық қой. Біз соңғысы бұл енді бітті. Мына жібімізді алға қарай осылай жылжытып аламыз да. Дәл бірінші тұрған баған бар ғой. Мінекей бірінші бағаны соған осылайнан дәл үстегі торкөзден крючоктың артынан кіргізіп осылайнан кіргіземіз да. Астындағы мына жіпті осылайнан шығарып аламыз. Так. Неке жіпті шығарып аламыз. Осылайнан бірден біріктіріп жібердік. Көрдіңіздер ме? Бірден осылайнан біріктіріп жібереміз. Неке. Енді артық жіпті кесіп тастасақ болады. Бұл бізге қажет емес. Неке. Бізде бірінші табаны дайын болды. Сіздер енді екінші табанды дәл осындай етіп тоқисыздар. Мен қазір өлшеп жіберейін. Қанша сантиметр болды сіздерге көрсетіп. Так. Неке. Жақыннан көрсетейін. Менде міне 13 болған. Яғни мінеке 12 жарым болып тұр. 12 жарым, я. 12 жарым болып шықты менде. Табанның сантиметрін 12 жарым болды. Осындай етіп тоқисыздарды тағы да екінші табанын тоқып аласыздар. Мінекей менде екі табаны дайын болды. Осылайнан көріп тұрсыздар, екі табанын бірге қазір біріктіретін боламыз. Яғни міне теріс жақ бетін, екі теріс жақ бетті бір-біріне осылай қаратамыз. Мінекей осылайнан қаратып, енді бірге біріктіретін боламыз. Яғни ең алдымен біз ортасынан бастап біріктіреміз. Ол үшін крючогымызды аламыз да ортасынан бастап біріктіреміз. Яғни екі жағынан бірге кіргізетін боламыз. Ең алдымен мұнда
дәл басы бар ғой, мұнда басталған. Мінекей. Дәл сол жерге крючокты кіргіземіз да, мына жағынан да дәл сол жерге крючогымызды кіргіземіз. Мінекей. Екі жағы да бірдей болуы керек. Енді осылай жіпті ортасынан өткіземіз. Екеуін бірдей ұстаңыздар, осындай тең қылып. Ешқандай жері қисық кетпесін. Енді келесі тұрған тор көзіне, яғни келесі тұрған тор көзге мінекей арасындағы осылай кіргіземіз. Крючогымызды кіргіземіз да, келесі жақ бетінде де дәл сондай тор көзге, дәл сол қасындағы тор көзге кіргізіп, жіпті іліп алып шығамыз да, осылайнан біріктіріп жібереміз. Мінекей. Көрдіңіздер ма? Енді тағы да мінекей келесі тұрған тор көзге крючокты кіргіземіз. Ар жағынан да дәл солындай жерге кіргіземіз да, дәл ортасына кіргіземіз да, жіпті іліп аламыз да, осылай шығарып, бірден біріктіріп жібереміз. Тағы да келесіне кіргіземіз. Жақ бетіндегі де дәл сол келесі тұрған тор көзге кіргізіп, крючок бет жіпті іліп аламыз да, тағы да дәл осылайнан біріктіреміз. Көрдіңіздер ма? Яғни дәл мұна соңына дейін тоқисыздар, осындай етіп. Мінекей мен соңына дейін тоқыдым түгелімен. Міне, барлығы әдемі болып шықты. Так. Артық жіпті біз енді қиып тастаймыз. Бізге бұл ортаңғы бөлігі тоқылып болды. Неге кішкене тартамыз да, мына ішкі жақ бетіне қарай жаңағы жіпті көрсетпей жібереміз. Яғни ішкі жақ бетінен жайлап, байлап, арасына шығып кетпейтіндей етіп, тығыздап, байлап жібересіздер. Крючокпен байлап жіберіңіздер арасына көрінбес үшін. Тығыздап, осылайнан қайта-қайта істеп алыңыздар. Себебі әрі қарай шығып кетпеуі керек. Неге? Мен осылайнан тығыздап, байлап алдым. Болдық енді тоқып. Енді біз келесі біріктіретін, жандарын біріктіріп тоқитын боламыз. Бұл ортасы болды, яғни мынау менде сыртқы беті болып тұрады, а мына жағы ішкі бетіне қарайды, яғни. Өзіме осылай ұнайды. Мінекей міне узоры бар жағы сыртқы бетіне қарайды, мына жағы ішкі бетіне қарап тұрады. Көрдіңіздер ме? Тіккен тігісі, яғни бер жағына қарап тұрады. Енді келесі жандарын біріктіреміз. Ол үшін мінекей екі жақтағы тор көз тұр ғой, соған крючокты осылай жіпті кіргіземіз да, жіп іліп алып шығамыз. Енді келесі тұрған тор көзбен екінші жағындағы тұрған тор көз бірге, екеуі бірдей болып келу керек. Дәл солайнан тағы да мінекей біріктіріп жібереміз бірден. Келесі тор көзді саламыз, тағы да келесін саламыз, тағы да біріктіреміз. Яғни барлығын санап отыруымыз керек. Бізде барлығы 64 осындай біріккен тор көзі шығуы керек. Санап отырыңыздар түгелімен қанша тор көзді тоқыдыңыздар. Осылайнан айналдырып, түгелімен бірдей етіп, түгелімен айналдырып тоқып шығасыздар барлығын. Яғни 64 болуы керек. Және де мына астындағы жіптерді тоже біріктіріп, астына көрсетпей жібересіздер. Тығып жаңағыдай тығыздап тоқып жіберіңіздер бұнда. Осылайна астына көрсетпей жіберіңіздер. Мына жіптерді де дәл солайынан арасына көрсетпей тығыздап жібересіздер. Яғни дәл осылайнан айналдырып, түгелімен 64 тор көз тоқып шығасыздар. Мінекей мен болдым түгелімен тоқып шықтым. Барлығы 64 болып шықты. Енді келесі қатар тоқимыз, яғни мінекей 64 болды. Енді мына артық жіпті қиып тастаймын. Маған бұл жіптің қажеті жоқ енді. Мінекей. Енді біз келесі қатарын тоқимыз.
яғни мынау сыртқы бетіне қарап тұрады, мынау ішкі бетінде тұрады, көрдіңіздер ма? Сол ішкі бетінен енді тоқитын боламыз. Қақ ортасынан мінекей бағана торкөз тоқыдық қой біздер. Міне бер жағына қарап тұрған. Бұл жіптен енді кішкене көрінбеуі мүмкін. Көрсетуге енді барымша тырысамын. Асықпай бәрін қарап алыңыздар. Міне бер жағына қарап тұрған жіптен, яғни крючокты кіргізіп іліп алатын боламыз. Былайынан көрсетейін сіздерге. Көрінсе енді барымша көрсетуге тырысам. Міне бер жағында тұрған неке осылайынан осы жерден аласыздар. Яғни неке крючокты осылайынан кіргіземіз ең алдымен. Мына арт жағынан жіпті іліп аламыз. Енді 1-2 үрмелі шар алдық. Енді әрі қарай бағандарды тоқып шығатын боламыз. Ең алдымен мінекей дәл үстінен тұрған, қазір сіздерге кішкене тоқып алайын, сосын көрсететін боламын. Яғни мінекей бірінші бағанды тоқыдық, келесі екінші бағанды тоқимыз. Яғни мінекей үстінен аламыз. Яғни мінекей үстінде тұрған бағана біріктірген торкөздеріміз бар ғой біздің. Жаңа ғана 64 қылып тоқыған. Дәл соның үстінен аласыздар. Торкөздерді дәл соның үстінен тоқып шығасыздар. Мінекей екінші бағанды тоқыдық. Келесі енді мінекей тағы да дәл сол үстінен аламыз. Үшінші бағанды тоқимыз. Үшінші баған. Дәл солайынан мінекей 64 баған тоқып шығасыздар. Міне дәл осы үстіңгі тұрған торкөздерден алып, мінекей кіргізіп аласыздар да түгелімен баған тоқып шығасыздар. Яғни 64 баған шығуы керек. Міндетті түрде санап отырыңыздар, шатасып кетпеңіздер. Тағы да сіздерге кішкене көрсетейін. Мінекей үстінен аламыз. Мінекей үстіңгі тұрған жіптен осылайынан баған шығарамыз. Тағы да мінекей келесі тұрған торкөзінен аламын. Кіргіземін да, тағы да баған шығарамын. Мінекей тағы да дәл солай кіргіземін да, тағы да баған шығарамын. Мінекей. Байқап тұрсыздар ма? Яғни міне үстіне қарап тұр бізде енді. Яғни дәл осылайынан үстіне қаратып түгелімен 64 баған тоқып шығыңыздар осы соңына дейін. Келесін тағы көрсетемін. Мінекей түгелімен 64 бағанды түгелімен тоқып шықтым, айналдырып. Енді мұнда біріктіретін боламыз. Яғни міне 1-2 3 үрмелі шар алдық қой. Соның екіншісіне осылай крючокты кіргізіп біріктіремін да, тағы да 2 үрмелі шар аламын да, крючокқа жіпті іліп алып, яғни міне бірінші тұрған бағаны бар ғой, бағанағы. Сол бірінші бағаны, яғни ортасынан өткізіп, бер жағынан осылайынан жартылай баған шығарамыз. Енді тағы да міне крючокты арт жағынан кіргіземіз да, келесі тұрған бағаннан тағы да жартылай баған шығарамыз. Мінекей тағы да бер жағынан аламыз, мінекей өткіземіз да, жартылай баған шығарамыз. Тағы да мінекей келесі тұрған бағаннан арт жағынан аламыз да, жартылай баған шығарамыз. Тағы да мінекей бер жағында тұрған бағаннан аламыз, жартылай баған шығарамыз. Келесі тұрған бағанның арт жағынан аламыз, жартылай баған шығарамыз. Яғни дәл осылай кезекпен кезек істейсіздер. Бер жағынан аласыздар, жартылай баған шығарасыздар, ар жағынан аласыздар да, тағы да жартылай баған шығарасыздар. Дәл осылайынан кезекпен кезек сол 64 бағанымызды түгелімен айналдырып тоқып шығасыздар. Түгелімен айналдырып тоқып шығасыздар осы жерге дейін. Мінекей мен түгелімен тоқып болдым. Енді келесі қатарды тоқитын боламыз. Яғни бірінші тұрған торкөзге крючокты кіргізіп осылай біріктіріп аламын. Енді бұл жерде біз бір үрмелі шар аламыз да, енді мұнда бағана торкөз алдық қой, соның яғни ортасынан кіргізіп, ішкі жақ бетінен
тор көздер жүргізетін боламыз. Яғни так, сіздерге кішкене көрінбей тұрса кешірім сұраймын. Жалпы басқа жіппен өздеріңіз тоқып отқанда барлығы көрінеді. Мінекей осылайынан шет жағынан кіргіземін да, міне біреу шығардым. Келесі тағы міне ортасынан кіргіземін, осылайынан шығарамын. Мінекей екінші тор көз. Келесі тағы да ортасынан кіргіземін, осылай мінекей үшеу. Так. Тағы да міне ортасынан кіргіземін, төртеу. Тағы да міне ортасынан кіргіземін, мінекей бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, неге 17, неге 18 қылып тоқыдық, яғни. Енді 18 қылып тоқисыздар міндетті түрде. Енді келесі дәл солайынан 28 жартылай баған жүргіземіз. Яғни полустолбик деп айтып жатады орысша. Жартылай, яғни 28 жүргіземіз. Біреу, екеу, келесі үшеу, так, төртеу, бесеу, алтау, так, жетінші жартылай баған, яғни сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, так, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, неге 28 дедік, көрдіңіздер. Жартылай баған түгелімен 28 етіп жүргіздік. Енді әрі қарай дәл жаңағыдай 18 тор көзімізді түгелімен тоқып шығамыз. Үшеу, төртеу, бесеу. Дәл осылайынан соңына дейін 18 тор көз тоқып шығыңыздар. Неге мен түгелімен 18 тор көзді тоқып шықтым. Енді бірінші тұрған тор көзге осылайынан крючокты кіргізіп біріктіремін. Келесі қатарымыз тоқимыз, яғни бір үрмелі шараламызды да дәл сол жерден бір тор көзді шығарамыз. Біреу, келесі, екеу, келесі, үшінші тор көз, келесі, төртінші тор көз, келесі, бесеу, келесі, алтау, жетеу, жеті тор көз тоқыдық. Ары қарай, яғни 18 тор көз тоқисыздар. Мінекей түгелмен 18 тор көзді тоқыдым. Енді дәл жаңағыдай 28 жартылай бағанымызды тоқып шығамыз түгелмен. Бұл жерде енді, яғни тор көздің өзінен алып жатырмын, көрдіңіздер ме? Яғни дәл осылайынан түгелмен
тоқып шығасыздар 28 жартылай бағанды. Неке жартылай баған алып жатырмыз. Яғни полустолбик дейді орысша. Дәл солайынан түгелмен 28 жартылай бағанды түгелмен айналдырып аламыз. Неке 28 түгелмен алыңыздар. Неке түгелмен тоқыдым 28 жартылай бағанды. Енді әрі қарай 18 торкөзді тоқып шығамыз. Түгелмен 18 торкөзді тоқисыздар соңына дейін. Дәл осылайынан. Соңына дейін тоқыңыздар. Мінеки түгелмен 18 торкөзді тоқып шықтым. Енді келесі қатарын тоқимыз. Ең алдымен мына бірінші тұрған торкөзге крючокты кіргізіп осылай біріктіреміз. Енді 1-2 үрмелі шараламыз бұл жерде. Енді ары қарай тоқитын боламыз. Яғни крючокқа жіпті іліп аламыз да дәл сол жерден жартылай баған шығарамыз. Бірінші жартылай баған шығардық, келесі екінші жартылай баған шығарамыз, келесі үшінші жартылай баған, келесі төртінші жартылай баған, төртінші, келесі бесінші жартылай бағанды шығарамыз, келесі 6, келесі жетінші жартылай баған, неки 7 жартылай баған шығардық. Енді ары қарай 11 торкөзін тоқып шығамыз. 1, келесі 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 тоқыдық мінекей. Енді ары қарай біз 12 бағанды біріктіріп тоқитын боламыз. Яғни бірінші біз міне ең алдымен міне бірінші тұрған бер жағынан аламыз. Келесі екінші тұрған торкөздің бер жағындағы сызығынан, яғни жібінен аламыз да осылайынан бір торкөзін істеп біріктіріп аламыз. Енді ары қарай біз 12 баған жүргіземіз, жартылай баған жүргіземіз. Ол үшін дәл жаңағыдай мінекей бірінші торкөздің бер жағынан, келесі екінші торкөздің бер жағынан аламыз, яғни жіпті. Енді осылайынан өткіземіз деп бәрін бірге біріктіреміз. Көрдіңіздер ме? Торкөздің өзіне бірден кіргізген жоқпын, бер жағындағы жіптерінен ғана алдым. Тағы да міне крючокқа жіптеліп аламыз. Бірінші торкөздің бер жағынан, келесі торкөздің, екінші торкөздің бер жағындағы жібінен аламыз да осыны осылайына өткізіп жартылай баған тоқимыз, яғни бәрін бірге біріктіреміз. Екіншісін тоқыдық, келесі тағы да дәл солайынан бер жағынан аламыз. Екі жіптің мінекей біріншісі, келесі екіншісі өткіземіз, бәрін бірге біріктіреміз. Жартылай баған тоқыдық, яғни үшіншісін тоқыдық. Дәл осындай етіп 12 жартылай баған тоқимыз. Тағы да мінекей келесі аламыз, 4, келесі 5, келесі 6, келесі 7, келесі 8, келесі 9, келесі 10, келесі 11, келесі мінекей 12, мінекей 12 түгелмен тоқыдық. Енді дәл жаңағыдай бір торкөзді шығарамыз, яғни біріктіреміз екі жіпті. Мінекей так, келесі тұрған жеріне мінекей 1, келесі 2,
осыны аламыз да осылайынан бір тор көзді шығарамыз. Әрі қарай енді 11 тор көзін түгелімен тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11 етіп тоқыдық. Енді әрі қарай 7 жартылай бағанды түгелімен тоқимыз дәл жаңағыдай. Осы сабақта осы барлығын айттым. Келесі сабақта, екінші сабақта қалған дәл осы жерден жалғастырып тоқитын боламыз. Сондықтан да келесі сабағым жақында шығады, күтіңіздер. 7 тоқыдық. Енді осы жерден біріктіреміз да келесі сабағымда айтатын боламын қалған бөлігін. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.